Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 11-ші сынып жаратылыстану және математика бағыты бойынша 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Екінші нұсқа бірінші есеп. Комплекс сандармен амалды орындаңдар, модулін табыңдар және нәтижесінің түйіндес санын табыңдар. Берілгені Z1 тең 4 қосу 2i, Z2 тең -3 қосу 2i. Енді Z1 мен Z2-нің қосындысын табатын болсақ, 4 бірінші нақты бөліктерін, одан кейін жорамалы бөліктерін қосамыз. Нақты бөлігін қосатын болсақ, 4 - 3 қосу i, 2 қосу 2 тең, бұдан шығады 1 қосу 4i. Енді модулін табатын болсақ, модуль ішінде z тең болады 1-дің квадраты қосу 4-дің квадраты. Ол тең болады түбірасты 1 қосу 16-ға. Ол тең болады түбірасты 17-ге. Енді бізде шыққан z-іміз 1 қосу 4i болды ғой. Енді бұның түйіндесін табатын болсақ, түйіндесті осылай белгілейміз, үстіне сызықша қойып. Z түйіндесі тең болады 1 - 4i-ге. Келесі екінші есеп. Теңдеуді шешіңдер. Берілген теңдеу x квадрат қосу 3x қосу 4 тең 0-ге. Яғни квадрат теңдеу беріліп тұр. Біз бұны дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминант тең 3-тің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту 16 тең болады 9 азайту 16 тең -7-ге. Яғни комплекстан шықты. Енді x1 мен 2-ні табатын болсақ, -3 қосу түбірасты -7 бөлінген 2 тең болады -3 қосу азайту түбірасты 7 көбейту i квадрат бөлімінде 2. x1 сонда -3 қосу i түбірасты 7 бөлінген 2, x2 -3 азайту i түбірасты 7 бөлінген 2 шығады екен. Осымен екінші есебіміз аяқталды. Келесі үшінші есеп. Координаталық жазықтықта нүктелерді белгілеңдер. Z1 тең -4 қосу 3i, Z2 тең -2 азайту 5i. Нақты бөлікті x-тан аламыз. -4-ті x-тан алдым, 3-ті y-тен алдым. Екеуінің қиылысқан жері не Z1. Келесі -2-ні x-тан алдым, -5-ті y-тен алдым. Екеуінің қиылысқан жері міне нүкте, ол Z2 болады екен. Осымен үшінші есеп аяқталды. Мына Z1-ді де Z2-ні де координаталық жазықтықта белгілеп алдық. Біріншісі Z1, Z2-ні белгілегеніміз. Келесі төртінші есеп. Кейбір комплекс санының n-ші дәрежесін есептеңдер. Берілгені z тең 2 азайту i, n тең 5-ге. Енді бұны есептейтін болсақ, z тең 2 азайту i-дің 5 дәрежесін біз 2 азайту i-дің квадраты, 2 азайту i-дің квадраты және 2 азайту i деп осылай бөліп жазып алдық. Енді 2 азайту i-дің квадратын мен мына жерге есептеп алдым. Сонда 3 азайту 4i шықты. Бұл дегенімізде қысқаша көбейту формуласымен аштық. Жақсылап қарап алсаңыздар болады. Енді 3 азайту 4i, екіншісі де дәл солай 3 азайту 4i және 2 азайту i. Енді мына екеуі бізге 3 азайту 4i-дің квадраты көбейту 2 азайту i қалды. Тең, енді мынаның өзін қысқаша көбейту формуласымен ашатын болсақ, 9 азайту 24i қосу 16i квадрат. 2 азайту i. 9 азайту 24i азайту мынау бізде -16 болады. 2 азайту i. Енді мынаны ықшамдайтын болсақ, мына жақшаны -7 -24i 2 азайту i. Енді мына жақшаны ашайық. Жақшаны ашатын болсақ, -14 қосу 7i азайту 48i қосу 24i квадрат. Тең -14 -41i -24 тең болады -38 -41i-ге. Сонда 2i -i-дің 5 дәрежесі тең болады екен -38 -41i-ге тең болады екен. Осымен төртінші есебіміз
аяқталды. Келесі 5-ші есеп. Берілген функцияның графигін салыңдар және мәндер жиынын табыңдар дейді. Берілген функция y тең 2 көбейту 3-тің x дәрежесі азайту 1. Бұның графигін салу үшін бізге бір кемінде 2 нүкте қажет, иә? Сол үшін мен кесте құрып алдым. X және y. X 0 болғанда y 1-ге тең, ал x 1 болғанда y-іміз 5-ке тең екен. Енді осы 2 нүктені белгілеп алдым да, координаталы жазықтықта осы 2 нүктені қосып, функцияның графигін салдым. Енді келесі сұрақ мәндер жиынын табыңдар деген, иә? Яғни y тең болады екен -1-ден плюс шексіздікке дейін. Осымен 5-ші есеп аяқталды. Келесі 6-шы есеп. Функцияның графигін кескінін салыңдар және x тең 2 нүктесіндегі туындысын табыңдар дейді. Бірінші берілген функциямыз y тең логарифм 2 негізді x қосу 3. Ол үшін бұл функцияның графигін салу үшін бізде кемінде 2 нүкте қажет. Сондықтан мен осылай кесте құрдым. x1 болғанда y 3 екен, x2 болғанда y 4 екен. Осы 2 нүктені координаталық жазықтықта белгілеп, 2 нүктені қосу арқылы функцияның графигін салдым. Енді келесі бізге туындысын табу керек. Осы функцияның логарифм 2 негізді x қосу 3-тің туындысы тең болады екен 1 бөлінген x ln 2-ге. Сонда y 2 тең болады 1 бөлінген x ln 2 тең 1 бөлінген 2 ln 2-ге тең болады екен. Келесі 7-ші есеп. Логарифм 10 негізді 5 тең аға, логарифм 10 негізді 3 тең v-ға болса, логарифм 30 негізді 8 қаншаға тең екен табуымыз керек. Біз логарифмнің қасиеті бойынша логарифм 10 негізді 8 алымында ал бөлімде логарифм 10 негізді 30 деп жазып алдық. Ол тең болады екен логарифм 8-ді 2-нің кубы деп жазып алдым, ал 30-ды логарифм 5 қосу логарифм 2 және логарифм 3 деп жазып алдым. Себебі мыналардың бәрі қосу болғандықтан көбейтіледі де 30-ды береді, иә? Енді 3 алдына түседі де, 2-ні мен логарифм 10 азайту логарифм 5 деп жазып алдым. Ал логарифм 5 бізде аға тең, а қосу логарифм 2-ні мен логарифм 10 азайту логарифм 5 деп жазып алдым. Ал логарифм 3 v-ға тең. Тең болады 3, мынау бізде 1-ді береді, 1 азайту логарифм 5 а-ны береді, а. Енді а қосу 1 азайту а қосу в. Мынау 1-ге, мынау а-ға тең. Енді а мен а қысқарады, сонда 1 қосу в қалады бөлімінде, ал алымында 3 минус 3а қалады екен. Сонда жауабы логарифм 30 негізді 8 тең болады екен 3 минус 3а бөлу 1 қосу в-ға тең болады екен. Осымен 7-ші есеп аяқталды. Келесі 8-ші есеп теңдеуді шешіңдер. Берілгені 4-дің x дәрежесі қосу 2-нің x қосу 1 дәрежесі азайту 8 тең 0-ге. Біз 4-дің x дәрежесін 2-нің 2x дәрежесі қосу деп жазып алдық. Қосу 2-нің x қосу 1 дәрежесі азайту 8 тең 0-ге. 2-нің 2x дәрежесі қосу, 2-нің x дәрежесі көбейту 2 деп жазып алдық мынаны. Азайту 8 тең 0-ге. Енді осы жерде 2-нің x дәрежесін біз т деп аламыз. Сонда т квадрат қосу 2т минус 8 тең 0-ге. Бізге квадрат теңдеу болды. Біз бұны дискриминантпен шешеміз. Дискриминант тең 2-нің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту минус 8 тең болады. 4 қосу 32 тең 36. Бұл бізде 6-нің квадраты. Енді т1 мен т2-ні табатын болсақ, алымында минус 2 қосу азайту 6 бөлімінде бөлінген 2. Бірінші қосуды орындасақ, минус 2 қосу 6 4 болады, 4-ті 2-ге бөлсек 2, т1 2 шығады, енді азайтуды орындайық. Минус 2, минус 6, минус 8 болады, минус 8 2-ге бөлсек минус 4 шығады, сонда т2-міз минус 4-ге тең екен. Енді т-ны орнына алып барып қоямыз.
екінің x дәрежесі -4-ке тең. Ондай болуы мүмкін емес, иә? Демек, мына жерде шешім жоқ. Енді келесі 2x тең 2-ге. Сонда x тең болады 1-ге. Сонда мына теңдеудің бір ғана түбірі, яғни бір ғана жауабы бар екен. Сонда x тең 1 шығады екен. Келесі 9-шы есеп. Теңсіздікті шешіңіз. Логарифм 0,5 негізді x-1 үлкен -1-ден. Бұл теңсіздікті шешу үшін теңсіздіктер жүйесін құраймыз. x-1 үлкен 0-ден, x-1 кіші 0,5-тің -1 дәрежесінен деген. Бұдан шығады x үлкен 1-ден, x кіші 2-ден 1-дің -1 дәрежесі қосу 1-ден. Бұдан шығады x үлкен 1-ден, мынау бізде 2-ні береді, 2 қосу 1, 3 болады, яғни x кіші 3-ден деген шығады екен. Енді бұл екеуін сандық түзуде кескіндесек, 1-ден плюс шексіздікке дейін, 3-ден минус шексіздікке дейін. Ал екеуінің қиылысқан жерін көріп тұрмыз. Жауабы 1-ден 3-ке дейін. Сонда мына теңсіздіктің жауабы 1-ден 3-ке дейін. Жай жақша.